іші толықтай пісіп, бір жасағаннан шығатын осындай өте оңай қарапайым ғана заттардан жасалатын пирогтың рецебін сіздермен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен бөлме температурасындағы сары майға қантымызды салып, жақсылап қантымыз ерігенше миксерлейміз. Үстіне ұнымызды және қопсытқышымызды саламыз. Тағы да миксерлейміз. Одан кейін осы массамызға сүтімізді және ванильді қантымызды немесе ванилин салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Біздің массамыз дайын. Енді осы массамызға қалауыңызша мейіз қоссаңыз болады, немесе шоколад қоссаңыз болады. Мен де қара мейізді қосып, барлығын араластырып, және осындай кез келген силиконды формаға құйып, кішкене ауасын шығарып, ұрғылап жіберіп, қызып тұрған пешімізде 180 градуста қызарғанша 20-25 минуттай пісіріп алатын боламыз. Бетін әрлеп және суыған соң ғана кесеміз. Видеоны жоғалтып алмаңыздар.